Нью-Йорк қалалық полиция департаментінің детективі Джон Маклейн ажырасып кеткен әйелі Холлимен қайта татуласу үшін Лос-Анджелеске келеді. Холли жұмыс берушісі ұйымдастырған кешке қатысып жатыр. Бұл кеш Накотами корпорациясының әлі салынып жатқан американдық штаб-пәтерінде Накотами плаза ғимаратында өтеді. Әуежайда Джонды Холлидің кеңсесіне жеткізу тапсырылған. Лимузин жүргізушісі Аргайл қарсы алады. Ол тез-ақ Джонның Лос-Анджелеске Холлимен татуласу үшін келген түсінетте көлікті ғимараттың жер асты тұрағына қойып, Джонға уақыт береді. Джон ғимаратқа кіргенде Холлидің қызметкерлер тізімінде өзінің қыз кезіндегі тегі Дженнаро атымен тіркелгенін көреді. 30-шы қабаттағы лоббиге көтерілгенде, онда үлкен мерекелі кеш өтіп жатқанын байқайды. Холлидің бастығы жапон кәсіпкері Джозеф Тагаки Джонды жылы қарсы алады. Джон мен Холли оның бұрынғы тегін қолдану туралы сөзге келіп қалады. Джон сапардан кейін демалу үшін Холлидің кеңсесіндегі жуынатын бөлмеге кірген кезде Холлиді біреу шақырып кетеді. Осы уақытта Рафики Коурер компаниясының үлкен жүк көлігі ғимаратқа жақындайды. Карл мен Тео көлікпен басты кіреберіске келеді де күзетшілердің назарын басқа жаққа аударады. Тео бейнебақылау жүйесін басқарып, қызметтік лифттен басқа барлық лифттерді бұғаттайды. Карл жүк көлігіндегі күзет қызметкерлерін атып тастайды. Сыпайы әрі соққанды неміс анархисті Ганс Грубер бастаған террористер кештегі адамдарды кепілге алады. Маклейн абыр-сабыр кезінде байқатпай қашып, ғимараттың техникалық бөлмелеріне тығылады. Бірақ аяқ киімін ұмытып, жалаң аяқ қалады. Тагагиді мәжіліс залына алып келеді. Сол жерде ол Грубердің шын мақсаты ғимараттағы сейфте сақталған $640 миллион облигацияларды ұрлау екенін түсінеді. Тагаки сейфтің кодын айтудан бас тартқанда Маклейн сырттағы бөлмеде тұрып, оны құтқара алмай қалады. Ханс оны өлтіреді. Маклейн өрт дабылын қосып полицияға хабар бермек болады, бірақ жоспары іске аспайды. Кейін Ханс адамдардың біріне дабылды өшіруді бұйырады. Сол сәтте Маклейнді Карлдың ағасы Тони тауып алады. Маклейн оны өлтіріп, оның рациясы мен қаруын алады. Бірақ Тонидің аяқ киімі өзіне кішкентай болып шығады. Маклейн Тонидің денесін жұмыс істеп тұрған соңғы лифтке отырғызып жібереді. Террористер оны лифттен тауып алады. Үстінде эльф қалпағы бар, ал киімінде енді менде автомат бар, хо-хо-хо деген жазу бар. Теперь у меня есть автомат. Хо-хо-хо. Маклейн олар туралы мүмкіндігінше көп ақпарат жинайды. Есімдерін, дауыстар санын. Карл ашуланып, оны бірден өлтіргісі келеді. Бірақ Ханс оны тоқтатып, алдымен сейфті ашу керек екенін айтады. Маклейн шатырға көтеріліп, рация арқылы полицияға хабарласуға тырысады. Ханс оны естіп қалып, Карлды іздеуге жібереді. Полиция бастапқыда бұл шақыруды әзіл деп ойлайды. Террористер жақындағанда Маклейн желдеткіш жүйесіне қашып кетеді. Кейін ол диспетчер жіберген сержант Эл Паулмен байланыс орнатады. Маклейнді екі террорист байқап қалады, бірақ ол оларды әрең дегенде өлтіреді. Паул алдымен ештеңе жоқ деп ойлап кетпек болады, бірақ Маклейн соңғы амал ретінде бір террористің мәйітін терезеден лақтырып жібереді. Ол Паулдың көлігіне түседі. Осыдан кейін жағдай күрт шиеленіседі. Полиция Накотами ғимаратын қоршап арнайы жасақ шақырады. Бірақ Грубер алаңдамайды. Өйткені полиция оның жоспарының бір бөлігі болып табылады. Ол уақыт созу үшін түрлі талаптар қояды. Оның ішінде жаңалықтардан ғана естіген террористерді босату сияқты жалған талаптар да бар. Осы кезде свет жасағы ғимаратқа шабуыл жасауға дайындалады. Маклейн оларды тұзаққа түсіп, қалмауға көндіруге тырысады. Бірақ террористер жақсы қаруланған және тиімді позицияда орналасқан. Соңында Маклейн лифт шахтасына С4 жарылғыш заттарын тастап, жарылыс жасайды. Бұл террористердің бір бөлігін тоқтатып, полицияға шегінуге мүмкіндік береді. Және брондалған көлікке атылған зымыран шабуылын тоқтатады. Осы сәтте оқиға орнына арнайы агент Джонсон және оның серіктесі, тағы бір арнайы агент Джонсон бастаған ФБР келіп, жағдайды өз бақылауына алады. Сонымен қатар оқиға орнында журналистер де бар. Олардың ішінде арам пиғылды тілші Ричард Торнберг ерекше көзге түседі. Торнберг Маклейннің кім екенін және оның әйелі осы жерде екенін біліп алады. Ол Холлидің үйіне барып, оның латиноамерикалық үй қызметшісін депортациямен қорқытып, Маклейннің балаларымен тікелей эфирде сұхбат жүргізеді. Кепілге алынғандардың бірі Гарри Эллис өзін келіссөз жүргізуші ретінде көрсеткісі келіп, Ханспен сөйлеседі. Ол Маклейннің атын айтып, оларды ескі достарымыз деп таныстырады. Осы кезде Грубердің адамдары Маклейнді және жоғалған детонаторларды іздеп жатыр. Паул мен Маклейн сөйлесіп отырған кезде Ханс кенеттен араласып, Маклейннің кім екенін білетін айтады да, егер ол детонаторларды қайтармаса, Эллисті өлтіретінін айтып қорқытады. Жағдайды толық түсінбеген Эллис өзінің қиын жағдай қалдырады. Маклейн берілуден бас тартып, Эллистен әңгімені жалғастыруын өтінеді. Мұны тыңдап отырған полицияда таңғалады. Бірақ Грубер Эллисті атып өлтіреді.
Маклейн ғимарат ішінде жүріп Грубердің жоспары туралы қосымша ақпарат жинай береді де әрі шығу жолын іздейді. Бір сәтте ол Грубермен бетпе-бет келіп, оған тапаншасын береді де жанында болуын айтады. Бірақ Грубер қаруды өзіне бағыттағанда шүріпше бос шығады. Так. Ганс. Ішінде оқ жоқ еді. Осы кезде оның адамдары келіп Маклейнді өлтірмек болады. Жалаң аяқ жүрген Маклейн қашып кетуге тырысады. Грубер барлық әйнекті атып сындырып, оны қиын жағдайға түсіреді. Қашу барысында Маклейн детонаторлар салынған пакетті түсіріп алады. Бірақ Грубер оны қайтадан алып қояды. Карл болса Маклейннің тағы да қашып кеткеніне ашуланады. Кейін Маклейн көрші ерлер дәретханасында тығылып отырып, аяғына кіріп кеткен әйнек сынығын шығарады. Осы кезде ол Паулден өткен өмірі туралы сұрайды. Паул бұрын ойыншық мылтық ұстаған баланы атып қойған айтып, содан беру қару қолдануға батыл бармай жүрген мойындайды. Маклейн Паулден Холлиге оны жақсы көретін жеткізу сұрайды. Сосын жыртылған жейдесімен аяғын таңады. Паул оған беріспеуін айтып, полицейлердің өзі үшін бәстесіп жатқанын әзілдеп жеткізеді. Осы вақытта ФБР ғимараттың электр қуатын өшіріп, шатырға тікұшақпен шабуыл жасауды жоспарлайды. Бірақ Грубер олардың әрекетін алдын ала біліп қойған еді. Электр қуатын өшіру сейфтегі соңғы электромагниттік құлыпты ашып, оған облигацияларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Грубер шатырға жарылғыш заттар орнатып, кепілге алынғандарды сол жаққа айдайды. Оның жоспары жарылыс арқылы оларды өлтіріп, туындаған дүрбелеңде қашып кету. Маклейн Карлмен шайқасып, кепілге алынғандарды қайтадан ішке кіргізеді. Бірақ полицияға Грубердің опас жоспары туралы хабарлай алмай қалады. ФБР тікұшағы оны террорист деп ойлап, оған оқ атады. Нәтижесінде екі Джонсон да қаза табады. Тікұшақ жойылып, шатыр жарылып кетеді. Маклейн қашу үшін өрт сөндіру шлангысын беліне байлап, шатырдан секіреді. Бірнеше қабат төмен түсіп бара жатып, терезені атып сындырып, ішке кіріп аман қалады. Осы кезде телекхабар арқылы Торнберг Груберге Холли Дженаро Маклейннің әйелі екенін жариялап қояды. Грубер оны кепілге алады. Соңында Маклейн тұзақ құрып, тек екі оғы қалған кезде берілуге ұқсайды. Бірақ тапаншасын арқасында байлап қойған еді. Күтпеген жерден ол Груберді атып, оны терезеден құлатады. Грубер құлап бара жатып, Холлидің сағатынан ұстап, оны да тартып кетпек болады. Бірақ Маклейн сағатты шешіп үлгеріп, Груберді өлімге жібереді. Төменде қашу дайын тұрған жедел жәрдем көлігінің ішінде Аргайл Теоны ұрып, есінен тандырады. Соңында Маклейн мен Холли ғимараттан шығып, Паулмен кездеседі. Бірақ Карл жараланған адам болып көрініп, оларды артынан аңдайды. Сол сәтте Паул батылдық танытып, оны атып өлтіреді. Торнберг оларды сұхбат алмақ болғанда, Холли оны балалармен жасаған эфир үшін бетінен ұрады. Полиция ғимаратты толық бақылауға алады. Ал Маклейн мен Холли Аргайлдың лимузинімен кетіп қалады. Бүгінгі «Крепкий орешек» фильміне жасалған шоуды көргендеріңіз үшін рахмет. Пікір қалдырып, не ұнаған жазыңыздар. Бейнеге лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.